Мен Асылбек Түсіпбекұлы, зейнеткермін. Өмір бойы энергетикада істегем, қазір зейнетке шықтым. Содан кейін мынандай әртүрлі бір осындай шаруашылықтармен айналсам ба деп ойлап, бір күні отырсам телевизордан, ана оңтүстік Қазақстанда бір әйел сөйлеп жатыр. Күйеуі осымен айналысады екен, ниткан негабелен. Біздің санамызда мынандай инені әйел ұстайды деген ғой енді. Сосын қарадым, мен түгел соны қолдаймын деп әлгі әйел сөйлеп жатыр. Сосын жүгіріп барып интернетті ашып қарадым, гобеленнің екі түрі бар екен. Біреу анау біздің сырмаққа ұқсас, екіншісі нетканный. Анау сырмаққа ұқсас, ол мынау бір қабырғада үлкен станогы тұрады. Ол мынандай үйде ол келмейді. Бір қабырғаны түгел алады. Сосын мынау нетканный гобелен, ол маған кішкене тиімді болды. Өйткені міне, мынаның қазір, мынаның мынандай сурет салынған, мынау түр түстерін, мынау мысалы осындай түс жіп бар қазір, соны істеуге болады. Сосын мынау жердің жібі жоқ дейік. Оны қоясың да басқа барын істей бересің. Содан кейін енді бір менің өзімнің мұнда қосқан жаңалығым, мынау станок жасадым. Бұл станок интернетте ешқандай кітапта жоқ. Мына жерін тоқып болдың, сосын мынаны былай айналдырасың да мұнарадан бастап жөнелесің. Ал енді мынаның, мен сендерге көрсетейін қазір, мынау сырт жағы. Нағыз мынау сияқты, мына іші мынау арғымақ, осылай болып шығады. Мынау нағыз не жағы. Сосын бұның тағы да бір ана қабырғаға нететін гобеленнен басқасы, мына инені әртүрлі биіктікте қылып, көрсеңіз, мына недер, арғымақтың ақ жерлері бұлай, төмен, биік, мынау бұлтты, общий фоннан мен биік қылдым. Ананы, несі бар ине? Инені бұрап, басын үлкейтесің, мынаны бұрап. Сонда анау ұзын болады да, анау бұлай дөңкейіп шығып тұрады. Сосын мынаның, мен Москвада Авесян деген біреу 20 жыл айналсам деп отыр. Оның несін көрдім, ол бұлай столдың үстіне қояды, қозғайды, жай қолмен тартады. Мен мынаны өзім ойлап шығардым, мынаны материалды мынамен қысасың. Содан кейін ар жағында бұлай сыртына қарай итеретін болттар бар. Бұрайсың, мынау сонда жан-жаққа кереді. Оның неге керек ол сондай қатты керген? Өйткені мынау ине кіру керек. Мына тесіктері болады, кішкене арадар ашылады. Мынау қатты тартылмаса, мына материал жыртылады. Оның бәрінен мен өттім. Бұлай айналдырасың, бұлай. Мына дөңғалақты да мен Астанада қызым істігумен айналысады. Швейный стол істедім, 13 дөңғалағы бар әлгі. Сол дөңғалақты мынаған қолданды, көріңдіш қалдай ыңғайлы. Мұнара керек пе? Бұлай барасың. Мұнара керек пе? Бұлай барасың. Мынау енді недер, мынау қалай ол принцип бұлай. Мынаған пісесің, ар жағында не кетеді анау түйіншек. Сосын мынау темірді жылтыр, ол суырылып алады да, анау жіп кедергісі көп қой. Жіп түйіншек ар жағында қалып қояды. Сондай принцип. Бұл ең бірінші Францияда пайда болған екен. Сосын әлемге дамыған. Ал бұл біздің Қазақстанда жоқ дүние. Жоқ болған. Сосын енді мынаны көп болған жоқ келгеніне. Интернетті қарасам, содан кейін тағы да бір бұған енді мен
кәсіби сондай айналсам деген ойым жоқ. Мен суретші емеспін. Суретші досым бар, Жасыбай деген. Мықты суретші. Келесің міне. Маған осындай идеяны айтасың. Қолма-қол көз алдыңда салып береді. Міне мынаны вот бір 40 минуттың ішінде ғой деймін, салып берді. Ол салғанда оның Жасыбайдың бір мықты жері, кез келген суретті мына гобеленге пайдалануға болмайды. А ол міне көрдің бе, міне мына сызықтарды бәрін соған келтіреді. Ана жай масляный краска бірдемен неткенде мұнарадар бәрі былай бір-бірімен қосылып атады ғой. А ол мынаған келмейді. Соған міне мынау бәрі мына соны салып бергені, міне сурет. Енді кәсіби емес, жай бір бос уақытта. Сосын міне мынау міне не осы принциппен қазақтың қоржыны. Көрдіңдер ме? Қазақтың қоржыны міне. Міне. Бақытты болыңдар дейді. Ана жерде аққу, ана көрдіңдер ме? Ортасында міне не тұр? Міне. Екі сақина, ою. Мынау сонымен істелінген. Содан кейін міне қанатын көрдіңдер ме? Мына жері дөң. Мына жері не? Содан кейін міне мынау толқындар. Мынау толқын міне мынау көк биік, а мына қалған мына жердер төмен. Мынаның бір сондай ерекшелігі, ана басқа гобеленге қарағанда. Міне мынау қанат енді міне мойнын бәрін дөңкейтіп жасайсың. Бұлар енді мен ашқан жаңалық емес. Бұлар неде бар? Интернетте, кітапта бар. Бірақ енді осыны мынандайға алып шығу, оған кішкене еңбек ету керек. Тенгір дейді бұны Тәңір. Бұрынғы біздің сеніміміз, мынау біздің міне Орхон Енисей жазу күлтегін Монғолияда табылған. Сонымен мынау ең бірінші дат ғалымы оқыған, мынау тенгіри деген сөз болады мынау сонда. Мынау шаңырақ міне ортасында. А мынау тенгіри аспанда тұрған, мынау жұлдыздар. Бұны да мен немес, ана Астанада қызым бар. Сол міне осы түгел соны жасаған. Содан кейін мына не дерін міне, ана төр түстерін сонымен ақылдасамыз, сол салып береді. Электронный поштамен жібереді. Сосын мен қарап отырып. Енді мынаған шынында енді еңбек, шыдамдылық керек. Ал енді мынаның бір саты пайда табым деген ондай ойым жоқ. Ондай ойым жоқ. Жай басқа дүниелермен де айналсам, міне мынау станоктарым бірнешеу, міне. Мынау сосын балконда екеу тұр. Міне мынау енді кәдімгі үлкен, мынау енді кілем сияқты ғой енді. Мынау енді бәрі сондай сюжет. Міне баланың тұсауы, анау бәйбіше шашу шашайын деп тұр. Ақсақал домбыра ойнап отыр, келін әне тұр. Мынау енді үлкен дүние. Бұндай мынау үшінші істегенім менің. Бір айдан артық кетеді. Өйткені оның неге десеңіз, мынаны таңертеңнен кешке дейін шұқылап отыру ол мүмкін емес. Оған шаршайсың. Көз талады. Мен қазір әйтеуір көзілдірік салмаймын, жасым ұлғасып. Ал көзілдірікпен болса тіпті қиындау болады. Сосын міне мынаған қол талады. Енді күніне бір 3 сағат, 4 сағат істесе, сол кейде одан да көп істеймін. Бір айдан артық уақыт кетті. Мынаның енді бәрін. Мұнда железіңкіде бар айналысатын бір майор. Оны мен анада көрмеде жолыққанда сөйлестік. Оның недері қақта мынау түйіншектері бұлай созылып атады. Ол кеп мына менікін кеп саусағымен сипалап қарады. Қалай мынадар деп. Ол бұлай міне. Қазір мен көрсетейін. Бұлай міне. Міне мынадардың несі түйіншектері көрінбейді ғой. А оныкі бұлай сызық, бұлай кетеді.
былай. Ол аса жақсы көрінбейді. Мен қарады, қалай істейсің деп, нен телефонын бәрін алған, келіп көрем деп. Бірақ келген жоқ. Мынау міне сырт жағы. Анау асты анандай болып шығады. Мысалы міне мынаның недері міне, мынау аяқтары былай томпайып тұрады. Соны міне мынаны былай екеу міне менде. Анау біреуі міне мынаны екеуін мынаны ұзартып отырып бұрап, иненің басынан штанги циркульмен өлшеймін. Сосын мынаны бұрап, сосын мынаны үлкейтіп отырасың. Бір жолақта 1 миллиметрге, екінші жолақта 2 миллиметр. Сосын сонда ненің аяғы былай саны томпайып шығады. Құйрықтары міне, мұнарадар бірдей, ана бағана қараған шығасыңдар. Мына жері томпайып тұрады ар жағында. Міне мынау, енді біз қазақша жіп дейміз, орысша пряжа дейді ғой. Міне мынау былай несі міне. Бұл бәрі енді интернетте бар. Мен желкемде тұрып ешкім үйреткен жоқ. Міне былай ішінен тығады. Сосын міне мұнараға мынаны тығамыз. Сосын былай суырып аламыз. Бер жағынан. Сосын мынау көзінен өткіземіз. Бұл бәрі енді интернетте бар. Бұл ешқандай жаңалық емес. Сосын міне мынаны кішкене былай қысқартып міне былай жөнелеміз. Көрінді ме? Сосын бұның тағы да бір жақсы жағы, мынаның мысалы кейбір жерін түсін ауыстырып алдың, немесе басқа жаққа шығып кеттің, оны мынадан тартасың. Көрдің бе? Ар жағынан алынбайды. Міне, мынау тұр ғой міне. Бұның бір анаған қарағанда, ананың бір тоқығаннан кейін, ана қабырғаға қоятын станокты, оны мынандай өзгерте алмайсың. Мысалы, мынау маған ұнамады, мынаны басқа түс керек дейді. Мынау былай жаңағыдай аласың сол қайта. Бірақ оған мынау материал мықты болу керек. Материалға соңынан түстім. Әйтпесе, қайта мынаны тесе берсең, материал жыртылады. Мынау материал әлгі суретшілердің салатын немен әлгі? Иә, оның өзі бірнеше түрлері бар екен. Оның мынау недері, былай әлгі ауылда өстік қой, қапшықты көрдік қой, кенеп қапшық сияқты. Сондай бірдемелер бар. Олар жарамайды. Оларға мынаған тықсаң, ана түйіншек ар жағында қалмайды, бірге шығады. Өйткені мына арада сирек. Міне мынау көріндер ғой жаңа қалай міне. Былай тек зырылдатып жүре бересің міне. Ал мынау дұрыс болмаса міне. Енді соншама алынбайтын қамал емес екен. Соншама енді бір үлкен әлемде жоқ жаңалық аштым деп айта алмаймын. Бірақ кішкене мынаның да мына несінде өзінің сырлары бар, оның кішкене қол үйренгеннен кейін. Мынаның бір не жері, мынаның дәл шетімен жүргізу керек. Шетімен жүргізу, былай кетсең саңылау болып қалады, сосын ар жағынан тесік көрініп тұрады. Сосын оны былай қайтадан жамап әлек боласың, мына жақ былай шоқпыт болып тұрады. Міне мынау қазір тамаша міне. Менің уже қолым үйренді. Неше жыл деп қалдыңдар бағана, иә? 4 жылдан артық, бірақ мен күн сайын, ай сайын емес, бір жылда бір екеу, мүмкін үшеу. Мынау міне үшінші мынау тоқып жатыр. Ал соны енді мынау енді күшті міне, кілем сияқты. Диванның үстінде өлтір. Ал содан кейін енді оны әлгі саты бір пайда табам деген емес. Алматыда бар, Ақтөбеде, Екібастұз, Астанада бар. Мен өзім ана туып өскен жерім Новосібір облысы Қарасу ауданы, о жаққа да бір жұмысым кетті. Енді мынандай бірдеме, біз қазақ тойшыл халықпыз ғой, шынын айтайық. Сонда тойда бірдемеде құшақтап барам.
ана конвертпен барғаннан мынау жақсы ғой енді қалады. Ана өзіміздің Қарасу ауданына да кетті. Неде ана Ақтөбе, Алматы, Екібастұз, Астана. Сол жай соншама басқа енді дәнеңе жоқ. Басқа енді бос уақытта кітап бірдемелер, ол мына мен күні түні отырып айналысуға ол мүмкін емес. Көз шаршайды, қол шаршайды. Мынау енді менің өзім тапқаным, өзім қуанатыным міне. Мынаны былай айналдырып, керек жағын интернетте бірнеше программа бар екен. Мен енді интернетті аса білмеймін, бір компьютершік тауып алдым. Сосын мына размерін берем. Ана неге флешкаға немесе ана поштаға лақтырады. Сосын мына неде Кутузовта бар, 70-3 ана. Сонда бар, сосын оны плакат қып басам. Мынандай қағазға анда басып береді әлгі. Көшеде әлгі недер бар ғой, үлкен, ілу таратын. Сондай жер міне. Көрдіңдер ме? Міне. Сосын оны міне мынандай копиркаға түсіреміз. Сосын мынаның астына әлгі анау не бар ғой? Қағаз. А4 соны қойып, еще мынаның астына мен не қоямын? ДВП бекітіп. Ну, как стол сияқты болады. Сосын мынаны ана сыртынан басып көшіреміз. Сосын мына не? Сосын тағы да бір не? Мынаған аса неге түспейді? Аққа жақсы түседі. Сосын мына әлгі немен анаған. Бар ғой әлгі? Фломастер деймен, или маркер деймен. Сонымен міне мынадарын бәрін анықтап жүргіздім. Мынау да енді ана неден көрдім компьютерді. Мен енді оны керемет білмейміз ғой біздің жасымыздағы. Сосын анаған электронный поштамен жібереміз размерін. Анау Каспий банкпен жібере салам, анау төлейді. Ана неге де, мысалы, мынаны басатын жерге электронный поштамен жіберем, енді оларды үйреніп алдым. Сосын ақшасын вдогонку жіберем, мен анда кіріп атқанда уже мына қағазымды құшақтап бар жағынан шығып атады. Қазір қалай технология дамыды. Енді соны пайдаланып істеймін біраз. Енді анау не суреттің сапасын жоғалтпай үлкейту деген программа бар. Соны ана кімге айтып едім? Компьютерші істеп берді. Мынау міне, мынау да үлкен несі бар. Мынау 65-120. Ну, дивандық почти кілем сияқты, я. Енді олар менің ойымша қазір біз өзіміздің ата-бабамыздың мәдениетіне қарай бет бұрып келе жатырмыз ғой. Сол біздің бұрынғы дүниелі. Міне мынау соның біреуі, е. Ана мысалы әлгі мысық, ет, енді неше түрлілер бар анау әлгі. Суреттен көшіріп аласың, кітапта бар мысалы. Оларды нетпей біздің өзіміздің ұлттық дүниелерімізді. Ою, сосын енді анау кигіз үйдің фоны бірдеме. Немесе далада мысалы жайылып жүр, арғымақ бірнеше шылқы шауып келе жатыр, е. Сондай дүниелерді істесе енді жастар, өзіміздің дүниелер. Енді мынау неде Европада дамыған дүние ғой. Ана үйдер, табиғат мысалы, дайын суреттер бар. Олар ана жақтікі. Соған қазір қайтадан енді мынау технология, оны да мынада да аса ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ соған көңіл бөлсе деп ойлаймын. Өйткені біз біраз дүниемізден адасып қалдық. Енді оюдың өзінің түрлері бар екен. Мысалы ағашқа ояды, темірге. Мысалы мынандай. Мысалы анау ағашқа оятын оюды апарып мынандай неге әлгі аппликациямен жабыстырып қояды. Енді ол үлкен дүние, оны жастар зерттеймін десе, қазір бәрі интернетке кіреді, түгел технология дамыған. Жоқ, Астанадағы қызым сол. Қызмен, Иә.
немен ана электронный поштамен жібереді, сосын мына түр түстеріне келгенде ананың несін видигін қосамыз, сосын былай сөйлейді. Астанада қызым іс тігеді, сосын мына түстерін кейбір жерлерін былай мына өзгертіп, мысалы мынау бұрын екеу жасадым ғой мынандай, онда кішкене басқалау, қазір тағы басқа, енді ол қалай дейміз, эксперимент дейміз бе немене. Енді мынау мысалы дала табиғаты, мысалы міне қазір кешкі уақытта анау даладағы шөп, аспан, бұлттар бір басқа болып көрінеді, шақырап тұрған күндіз басқа болып көрінеді. Сол кішкене өзгертіп істейміз. Ал енді анау мысалы кәсіби біреулерді үйретем деген жоқ, ондай менде ой жоқ. Ондай бірден ашық айтам, ондай ой жоқ. Ол үйренем деген кісі өзі үйренеді. Мысалы мынаны мен желкемде тұрып ешкім үйреткен жоқ. Интернеттен қарадым, бір-екі кітап жазғызып алдым интернетпен. Болды, все.